Абай атамыз негізгі дінді үшке бөліп қарастырған. Абай атамыздың бірінші бөлімінде сенім мәселесінің соқыр сенім деген бөлікті айтты. Яғни ата бабаның жолын толығымен тек амалдарын ғана жасап, ол амалдардың түпкі мақсаты қайда апаратындығын түсінбей орындау. Екінші бөлігі ол ғылыми деректермен сену. Ол дінді тек теориялық түрде ғылыми деректер арқылы сену мақсаты болды. Үшінші бөлігі ол кәміл сенім деп атады. Ол кәміл сенім, яғни ақыл мен сенімнің, теорияның барлығы бір жерде үндесуі. Яғни осы нәрсеге барынша сол кездің қоғамдағы халқымызды сол бағытқа үндеді. Ең бірінші бұл кісі салт дәстүр әдет ғұрыпты ананың сүтімен берілген жалпы адамгершілік тәрбиесін игерді деп айтуымыз керек. Сосын Абай төрт құбыласы тең ғибадатын еткен, мінәжатын еткен мұсылман болған. Ол шүбәсіз нәрсе. Ең бастысы Абайдың толық адам болып қалыптасуға көшпелі қазақы мәдениет ең бірінші әсер етті. Одан кейін барып ислам діні. Оның өзінде ислам дінінің қазақтың салт дәстүрімен, әдет ғұрпымен, өзінің танымымен байланысты төрт мазхабтың бірі Абу Ханифа мазхабындағы негізгі категориялар әсер етті. Бұл ең бірінші адамгершілік категориясы, шыдамдылық категориясы, одан кейін барып толеранттылық. Енді Абай атамыздың мына өлең жолдарына қарайтын болсақ, махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланы жаннан тәтті деген өлең жолында қарайтын болсақ, адамды Алланың махаббатпен жаратқандығы және сол махаббатты қоғамның арасында бір-біріне сол махаббатты төгумен ғана біздің иманымыз толығатындығын жеткізгісі келді. Бір уәжі жаратушының бар екендігі, оның кәміл екендігі, оған сенуіміз қажет екендігі жайындағы идеяны алға тартты. Бұл енді Абайдың адамгершілік гуманистік көзқарасы, бүкіл жалпы адамзаттық тұрғыдан алған кезде Абайдың өзінің қағидаты бар: Алланың өзі де рас, сөзі де рас деген. Тек фанатизм мен сәждеден бас алмай тек қана құлшылықпен ғана сен кәміл иманға жетпейсің. Сен адаммен, қоғаммен байланысты түзей отыра, ата-анамен, бауырмен, жалпы айтқан кезде фанатизмге, яғни діни фанатизмге ұшырамай, сіз қоғаммен қалай байланысты жақсы құрасыз, сонда ғана дінді кемел дәрежеде орындаушы боласыз дегенді түсіндіргісі келді. Біз толық айтуымызға болады, Абайдың екі үлкен мәдени арнаны қос еміп өскендігін айтамыз. Ең бірінші көшпелі өркениет, бұл салт дәстүр, әдет ғұрып. Екінші ислам әлеміндегі қағидаттар. Міне осының екеуін тең еміп өскен Абай толық әлемдік деңгейдегі тұлғаға айналды. Ол дінді тек қана бір сыртқы фактілермен, сыртқы амалдармен ғана орындамай, дінді толыққанды жүрекпен де түсіну, амалмен де көрсету, және де ол нәрсені қоғамға да пайдалы болу ретінде түсіндірді. Нағыз мұсылманның келбеті ол жүрекпен иман келтіру, тілмен иман келтіру, және де сол нәрсені амалмен қоғамда көрсете білу керек екендігін түсіндірді.